Қайырлы күн, құрметті анатомия физиология курс студенттері, сіздермен бірге әдеттегідей мен Кәрімбек Нарбек Әзімұлы. Бүгін біз бұлшықеттердің физиологиясын тоқталатын боламыз, яғни бұлшықеттер қалай жиырылады және қалай босаңсиды және олардың түрлері. Жалпы бұлшықеттердің біз үш түрлі түрін ажыратамыз. Жалпы негізгі екі түрін ажыратамыз. Олар біріншісі көлденең жолақты және екіншісі тегіс салалы. Және біз көлденең жолақтың өзін екіге бөлеміз. Ол қаңқалық көлденең жолақты бұлшықеттер және жүректің көлденең жолақты бұлшықеттері. Біз қазір қаңқаның көлденең жолақты бұлшықеттерін тоқталамыз, ал жүректің көлденең жолақты бұлшықеттерін біз жүрек қан тамыр жүйесін өткен кезде айтатын боламыз. Ал тегіс салалы бұлшықеттер олар ішкі органдарда болады, яғни ішектерде, асқазанда және де әр қайсысын өткен кезде біз жеке-жеке айтып өтетін боламыз. Яғни олардың ішектің өзінің төрт қабаты бар, мысалы шырышты, шырыш асты, бұлшықеті және аппендицит деген секілді. Және де олардың қызметтері мынаған байланысты қатысты емес, яғни бөлектеу болады. Енді бұлшықеттің қалай жиырылатынына назар аударатын болсақ, бұлшықеттің жиырылуы ол бізден жоғарғы ми сыңарларынан импульс келу арқылы болады. Яғни біз алдымызда бір зат тұрса, оны ұстауға біз қолымыз созамыз, және қолымыз созған кезде бізде бір қатар бұлшықеттер жиырылады да бір қатар бұлшықеттер босаңсиды. Және де осы ненің салдарынан болатынына біз тоқталамыз. Яғни жүрген кезде де біздің аяқтарымыздағы бір топ бұлшықеттер босаңсыса, бір топ бұлшықеттер жиырылып отырады. Енді қалай жиырылады, қалай босаңсиды, осыған тоқталамыз. Ең алдымен импульс жоғарғы ми сыңарларынан келеді. Ол жұлынның алдыңғы мүйізінен шығады. Жалпы жұлында біз үш мүйізді ажыратамыз. Ол артқы, бүйір және де алдыңғы мүйіздері. Артқы мүйізі бұл эфферентті жол, яғни импульсті қабылдайды. Біз теріміз бар, бір жерге тисе, не болмаса мен мына тақтаны ұстасам, бұл тақтаның тегіс екені және де жылтыр екені, бұл менің миыма осы арқасы арқылы келіп миға баратын болады. Ал бұлшықеттерді мен қозғайтын кезде бұл афферентті жолдар арқылы қозғалады, яғни жұлынның алдыңғы мүйізінен шыққан нейрондар. Жалпы бұлардың барлығына біз орталық жүйке жүйесін өткен кезде толығымен тоқталатын боламыз. Енді бұлар алдыңғы мүйізінен шықты. Алдыңғы мүйізінде біз екі мотонейронды ажыратамыз, яғни қозғалтушы нейрон. Бұл бізде альфа және гамма. Гаммаға біз кейін тоқталатын боламыз, қазір альфа жайлы айтатын боламыз. Альфа мотонейроны бұл алдыңғы мүйізінен басталады, сонымен өзіне керекті бір бұлшықетке барады. Мысалы бицепске, болмаса трицепске деген секілді. Сөйтеді де бұл бұлшықетке барған кезде бұлшықетте біз осы келген нейронды қабылдайтын рецептор орналасады. Мына жерде бізде мынаны қабылдайтын рецептор орналасады. Рецептордың аты NM рецептор. NM рецептор. Нейромиорецептор. Және де бұл екеуі бір-бірімен байланысады да, сөйтеді де мына келген нейроннан медиатор бөлінетін болады. Биологиялық медиатор. Медиаторлардың түрлері көп, олар тежегіш, қоздырушы медиаторлар деп те бөлінеді. Сонымен осы ацетилхолин, норадреналин, адреналин, дофамин деген секілді медиаторлардың түрлері өте көп. Оны біз орталық жүйке жүйесінде синапстарды айтқан кезде айтатын боламыз. Сонымен медиатор, бұл жерге бізге керегі ацетилхолин. Ацетилхолин бөлінеді, бұл нейромиорецептормен байланысады. Сөйтеді де бұл бұлшықетті қоздырады. Бұлшықет қоздыру арқылы бұлшықеттегі импульстар бұлшықет бойымен таралатын болады. Енді бұл бұлшықеттің қозуына да кішігірім тоқталып өтейік. Яғни кез келген жасушаның қозуы сияқты бұл жерде бұл натрий каналдарын ашып береді. Яғни ацетилхолин бізде натрий каналдарын ашады. Білесіздер, жасушаның ішінің бәрі минус зарядталған болады. Одан кейін бізде натрий каналдары ашылған соң сыртта натрий каналдары болады. Іште калий ион, сыртта натрий иондары болады, іште калий иондары болады. Сөйтеді натрий ішке қарай ене бастайды. Сөйтеді іште плюс заряд болады, сонымен бізде жасуша қозатын болады. Яғни бұлардың басқа механизмдеріне көп тоқталмаймыз. Келесі бізге бұл көлденең каналдар арқылы таралатын болады, яғни миофибрилдерге. Миофибрилдер, көлденең каналдар не болмаса кейбір деректерде бұл бізде Т каналдары деп те жазылады. Т каналдар арқылы таралады, сөйтеді де олар импульс екі ұзын каналдар арқылы жан-жағына қарай беріледі. Яғни мынау таралып келеді де мына жерге келіп, мына жаққа қарай импульстерін береді. Мынау бізде саркоплазмалық тор, не болмаса саркоплазмалық ретикулум, кейбір деректерде бұны эндоплазматикалық тор деп жазады. Бізде разница жоқ, яғни біз бұны саркоплазмалық
тор не болмаса саркоплазмалық ретикулум деп атайтын боламыз. Сонымен бұл саркоплазмалық ретикулумның ішінде цистерна орналасады. Яғни мыналардың ішіндегі орналасқан цистерна. Бұл цистернада ішінде бізде кальций ионы орналасады. Кальций ионы. Яғни кальций ионы бұл қозу басталған соң кальций ионы сыртқа қарай, яғни миофибриллар аралық кеңістікке қарай шығарады. Кальций ионы шығады. Кальций 2+. Енді бұл кальций осы жерде тұра тұрсын. Енді мынаны бір түсіндіріп өтейін. Бұл жерде бізде көріп тұрғандарыңыздай жуан және де кішкентай дөңгелектер тұр. Жуан дөңгелектер бұл бізде миозин талшықтары. Миозин бұл биолог болып табылады. Және де жанында кішкентай дөңгелектер бұлар актин. Екеуі де биолог бұлар. Және де бұлар бір-бірімен бірігу арқылы актин миозин комплексін құрауы қажет. Бірақ та бұлардың актин миозин комплексін құрауға тағы бір биолог кедергі жасайды. Ол бізде мына жерде тұрған тропомиозин. Миозин. Тропомиозин бұл екі биологтың бір-бірімен байланысуына кедергі жасайтын тағы бір биолог. Яғни екеуін бұлшықетті босаңсыған күйде ұстауға жәрдем тигізеді. Сіздердің кітаптарыңызда не болмаса презентацияларда мынадай бір суреттер тұруы мүмкін. Так. Қазір примерно ұқсады. Яғни мына жерде тұрған бізде бұлар жуан болып, сіздерде жуан болып салынған. Бұл бізде миозин жіпшелер, ал ортасында орналасқан бұл жіңішкелер актин жіпшелер болып табылады. Енді бұлар бір-бірімен қалай байланысады? Қалай бұлшықет жиырларына тоқталатын болсақ, бізде кальций кеңістікке шықты. Одан кейін бізде тағы бір биолог бар, төртінші биолог есте сақтау қажет. Бұл тропонин. Тропонин биологы. Тропонин бұл кальцийға барады да, кешірім сұраймын, кальций тропонинге келеді де, бұл тропониннің формасын өзгертеді, яғни конформацияға ұшыратады. Егер біз алатын болсақ, тропонин ол дөңгелек болатын болса, енді ол кальциймен байланысқан соң ол түрін өзгертіп сопаққа айналады. Сопақ болып келеді. Сөйтеді де сопақ болып келіп, бұл тропомиозинмен әрекеттеседі. Тропомиозинмен. Бұл актин мен миозиннің ортасында байланысуын шектеп тұрған тропомиозин енді жоғары қарай шығады да, бұл желобокқа айналады. Сөйтеді де ол актин мен миозиннің қосылуына ыңғай жасайды. Енді актин мен миозин бізде қосылды. Актин мен миозиннің бір-бірімен қосылған соң, енді бұлар бір-бірімен жылжу арқылы байланысатын болады. Яғни актин миозин комплексі, мысалы мынаны миозин деп алатын болсақ, мынаны актин деп алатын болсақ, бір-бірімен жылжу арқылы істейді. Яғни бос күйінде осылай тұрса, жылжыған кезде бір-бірімен былай байланысады. Осылай көптеген актин миозин комплекстерінің жиырылуы барысында біздің бұлшықетіміз жиырылатын болады. Енді актин неге көп, миозин неге жалғыз дегенге тоқталатын болсақ, бізде бұл актин миозин барлығы миофибриллердің ішінде, яғни бұлшықет талшықтарының ішінде орналасады. Ол жерде бізде ортасында үлкен миозин талшығы орналасады, және шет-шетінде 6 жіңішке актин талшықтары орналасатын болады. Және бұл екеуі бір-бірімен байланысқан соң, енді бұлардың бір-бірімен сырғымалы байланысуына да энергия қажет. Біз энергияны қайдан аламыз? Біз энергияны АТФ-тен аламыз. АТФ, яғни актин миозин комплекс құрылады. Мына жерде бізде АМК дейік. Бұл актин миозин комплекс. Амин қышқылдары деп оқып жүрмеңіздер. Одан кейін актин миозин комплексінен кейін бізде АТФ өндіріледі. Яғни мынадан кейін АТФ өндіріледі. АТФ өндірген кезде өзінен екі түрлі энергия береді. Екі түрлі энергия. Энергия бізде Е әрпімен белгіленеді. Ол көп энергия және де аз энергия беретін болады. Көп энергия бұл актин мен миозиннің сырғымалы байланысына кетеді. Актин мен миозиннің сырғымалы байланысына кетеді. Соның әсерінен көптеген актин миозин комплекстері жиырылу арқасында біздің бұлшықетіміз жиырылады. Одан кейін біздің енді бұлшықет жиырылды, енді ол қайтадан босаңсуы керек. Босаңсуына бізде аз энергия әсер етеді. Аз энергия әсер етеді де ол бізде барып, мына жерден
кальций миофибрилла кеңістігіне шығып тұрған болса, енді осы кальций каналдарын барып кальций насостарын іске қосады. Яғни кальцийді өзіне қарай сорып ала бастайды. Мынау саркоплазмалық ретикул. Енді бізде кальций жоқ. Мына жерге кальций шығып жатқан жоқ. Ол тропонинмен байланыспайды. Тропонин ол конформациясын өзгермейді де, соның әсерінен тропомиозин қайтадан өзінің орнына келіп отырып алады, актин миозиннің комплексін үзіп жібереді. Солай біздің бұлшықетіміз қайтадан босаңситын болады. Енді сіздерден сұрауы мүмкін, бұлшықеттің жиырылуына қандай биологтар қатысады? Сіздер айтасыздар, бұл жерде 4 биолог қатысады. Олар ең біріншісі тропонин, екіншісі тропомиозин, үшіншісі миозин және де актин. Бұл төртеуде биолог. Енді тропониннің қызметін айт десе, тропониннің қызметі ол тропомиозиннің қызметін реттеп отыру. Яғни мына тропомиозиннің қызметін реттеп отыр. Ал тропомиозиннің қызметі бұл актин миозин комплексін үзу болып табылады. Яғни бұлшықеттің босаңсуына қатысады. Одан кейінгісі актин мен миозин. Бұларға жеке қызметі жоқ, яғни екеуі де бұлшықеттің жиырылуына қатысады. Бірақ бізде миозин бұл бұлшықет талшығының жуан талшығы, актин бұл бұлшықет талшығының жіңішке талшығы. Осы екеуінің бірігуінен бізде актин миозин комплекс пайда болады. Актин миозин комплекс өзінен АТФ бөлінеді де, ол көп энергия және аз энергия бөлінеді. Көп энергия бұл актин миозин бір-біріне сырғымалы байланысты, аз энергия бұл қайтадан кальций насосын іске қосып, кальцийді цистерна ішіне кіргізуге кетеді. Так, сонымен бұл АТФ қай жерде түзіледі? Бұл АТФ айтасыздар миозиннің көпірінде түзіледі. Жалпы миозиннің үш құрылымын ажыратамыз. Ол цилиндрі, ұзын болып тұрған, одан кейін оның басы және де оның мойны. Одан кейінгісі бұл бұлшықеттер жиырылу және босаңсу кезеңдері, не болмаса фазалар деп атайды. Енді бұлшықеттің жиырылуының тағы бір түрі бар, ол бізде мәйіттік құрысу деп аталады. Мәйіттік құрысу кездерінде ол қалай жүреді? Яғни адам қайтыс болған кезде ол, мысалы, естіген боларсыздар, мүмкін көрген боларсыздар, олар қалай отырған қалпында қайтыс болатын болса, мысалы, адам бұлшықеттер сол отырған қалпында қатып қалады. Себебі неге? Себебі бізде кальций каналдары арқылы, цистерналар арқылы бізде кальций өндіріп шығатын болады. Саркоплазмалық кеңістікке, миофибриллар аралық кеңістікке. Ол кальций иондары көп мөлшерде орналасады және де бізде АТФ өндірілу керек болған. Ал қайтыс болған адамда сол бұлшықет жиырылып тұрған кездерінде кальций каналдар, кальций иондары бөлініп тұр, бірақ әлі оны босаңсытатын аз энергия қажет болу қажет. Яғни аз энергия қажет. Ал ол адамда АТФ жоқ, яғни энергия жоқ. Соның салдарынан мынау кальций бұл тропонинмен байланысады. Тропонин ол тропомиозинмен байланысып, актин миозин комплексі жиырылған күйінде қалып кететін болады. Және содан кейін ол адамдарға көрген немесе естіген боларсыздар, яғни олардың аяқ жақтарына аккумулятор қойып, ол адамдарды денесін босаңсытып, босаңсыған соң жатқызған қалыптарына жатқызып жерлейтін болады. Одан кейін контрактура деген ұғым бар. Контрактура, бұны сіздер травматологияда өтетін боласыздар алдағы уақыттарда. Жалпы контрактура дегеніміз не? Контрактура дегеніміз дәл осы мәйіттік құрысу секілді, бірақ ол тірі адамда болады. Яғни ол адамда АТФ бар, бірақ та бұлшықеттер контрактурада, яғни жиырылған қалпында қалып кетеді. Ол көбінесе гипстен кейін пайда болады. Яғни адам қолына мынандай гипс салатын болса, бұл бұлшықеттер уақыт өте келе жұмыс жасамаған соң, бұл жерде энергия болмайды да, соның әсерінен контрактура пайда болады. Контрактураның өзінің түрлері бар. Транссонды, ротационды, бүккіш, жазғыш деген секілді. Оны жоғары курстарда өтесіздер. Одан кейінгі тағы бір айта кететін жағдай, біздегі жоғары курстарда өтетін, яғни фармакологияда өтетін біздегі тағы бір топ препараттары, олар миорелаксанттар деп аталады. Миорелаксанттарды көбінесе құрысуы бар адамдарға тағайындап жатады. Жалпы не болмаса реанимацияда, операциялық бөлімдерде миорелаксанттарды тағайындайды. Себебі неге? Себебі бұлшықеттерді босаңсыту үшін, операциялық доступты оңай жету үшін. Миорелаксанттар жазамыз. Миорелаксант. Бұның әсер ету механизмі қандай? Бұның әсер ету механизмі бұл келеді, мына жерде тұрған рецепторды блоктайды.
яғни рецептор блоктанған соң бізде қозу болмайды, қозу болмаған соң бұлшықеттер жиырылмайды. Одан кейінгісі бізде генетикалық тағы бір ауру, бұл миопатия деп аталатын ауру бар. Олардың арасындағы тұқым қуалайтын аурудың бірі Дюшен миопатиясы. Дюшен миопатиясы ол немен сипатталады? Жалпы бізде мына 4 биолог бар дедік. Енді осы биологтардың біздегі анаболизм және катаболизм деген ұғым бар. Биологтардың ішінде биолог, анаболизм дейміз және катаболизм дейміз. Биолог, катаболизм. Биолог, катаболизм. Егер, яғни анаболизм деген биологтардың түзілуі, катаболизм деген биологтардың ыдырап кетуі. Енді осы катаболизм, анаболизмнен жоғары болып кеткен кезде бізде миопатиялар пайда болады. Миопатия дегеніміз, яғни мына жердегі биологтар жеткіліксіз болады, осының әсерінен бұлшықет әлсіздіктері пайда болады. Одан кейінгісі, келесі біздегі тағы бір ауру түрі бұл миастения. Миастения, оны мына жаққа жазамыз. Неге? Себебі бұл осы жаққа байланысты. Миостения. Бұл да миорелаксанттар сияқты, бірақ бұдан бір ерекшелігі, бұл жай рецепторларды блоктап қоймайды, бұл жерден антидене бөлінеді. Антидене бұл рецепторларды жойып жібереді. Соның әсерінен бұлшықеттер рецепторлар аз болу салдарынан импульс аз келеді, соның әсерінен бұлшықеттердегі жиырылу дұрыс болмайды. Не болмаса бұлшықет әлсіздігі және де паралич дегендер пайда болады. Паралич плегиялар пайда болады. Одан кейінгісі біздегі келесі АТФ. АТФ-тің өзінің өндірілуінің біз 3 түрін ажыратамыз. Яғни олар креатин фосфатынан өндіріледі. Содан кейін гликолиз арқылы өндіріледі және де май қышқылдарынан өндірілетін болады. Оған біз қазір тоқталамыз. Сонымен келесі бізде АТФ-тің түзілуі. АТФ-тің түзілуі біз жоғарыда атап өткендей 3 түрі бар. Олар бізде креатин фосфатынан және де глюкозадан және де май қышқылдарынан өндірілетін болады. Жалпы креатин фосфатынан өндірілетіне келетін болсақ, біз анау қандай бір химиялық жолдар түсіндірмейміз, тек түсінік қалыптастырамыз. Яғни креатин фосфатына келетін болсақ, креатин фосфатымен аденозин дифосфат қосылатын болады. АТФ дегенде түсініп алу қажет. Яғни АДФ бұл жерде Д, дифосфат, 2 фосфаты бар деп. АТФ, Т, 3 фосфаты бар. Яғни аденозин 3 фосфаты. Яғни бұлда 3 фосфат бар деген сөз. Яғни АТФ-ке айналу үшін бұған бір фосфат керек. Бір фосфат ол қайдан алады? Бұл креатин фосфатымен байланысады. Креатин фосфатымен байланысып, бұны 2-ке бөледі. Сонымен, мынаған бір фосфат келеді, бұл АТФ түзіледі. Және де креатин өз алдынан бөліп кетеді. Одан кейінгі бізде анаэробты және аэробты гликолиз түрлері бар. Яғни глюкозаның ыдырауының түрлері. Глюкоза ыдыраған кезде өзіне энергия бөліп ыдырайтын болады. Жалпы глюкозаны біз қайдан аламыз? Глюкоза дегеніміз бұл біздегі көмірсулардың бір түрі. Біз көмірсуды қайдан аламыз? Бұл біздің жеп отырған қантымыз, нанымыз, макарон, бұның барлығы бізде көмірсу болып табылады. Және де бұл көмірсуның ішінде ең соңында бұлар глюкозаға дейін ыдырап, артық қоры олар бауырға барып гликоген ретінде жиналады. Оны біз ас қорыту жүйесінде толығымен түсіндіретін боламыз. Қалай жүретінін барлығын қазір тек түсіну қажет. Енді бұл анаэробты гликолиз бізде тиімсіз болып табылады. Неге? Себебі қазір айтамыз. Глюкоза, фосфор қышқылы, АДФ бәрі қосылып бізде АТФ-ті және сүт қышқылын және де сутегіні беретін болады. Бірақ бұны біз не үшін тиімсіз деп атаймыз? Себебі бұл кезде біздің 2 ғана АТФ өндіріп алатын боламыз. Бұл анаэробты гликолиз арқылы. Бұл қай кезде жүреді? Бұл біз физикалық жүктеме түсірген кезде жүреді. Яғни турникке тартылсақ, брусьеге жасасақ, жүгірсек. Енді бұдан кейін бұл жердегі сүт қышқылы бізде физикалық жаттығу кезінде түзіледі. Яғни біз көп ұзақ уақыт жұмыс жасамай, бірден ауыр зат көтеріп, тренировка жасайтын болсақ, біздің ертесі күні бұлшықеттеріміз ауырады. Неге? Себебі ол аймақта бізде сүт қышқылы жиналады. Яғни біз жаңа айтқандай бұлшықеттің іші болатын болса, олардың ішінде актин, миозин жіпшелері болады. Олардың арасына барып энергия өндіріліп, ол жерге сүт қышқылдары жинала бастайтын болады. Яғни мына аймақтардың бәрінде сүт қышқылдары жиналады. Ал бұл жерде ауырсыну сезетін рецепторлар өте көп. Рецепторлардың түрлерін орталық жүйке жүйесінде өтетін боламыз. Бұл жерде ауырсыну рецептор, ноци рецепторы орналасқан болады. Сөйтеді де бұл рецепторлар келеді, соның әсерінен бізде ауырсыну пайда болады. Және де ол 1-2-3 күннен кейін
мына сүт қышқылының бәрі кетіп бауырға барып ыдырап қайтадан энергия алғанша ол жердегі ауырсынулық сақталады. Одан кейінгісі келесі бізде аэробты, яғни оттегі байланысына байланысты аэробты деп аталған. Яғни глюкоза, оттегі, фосфор қышқылы АДФ. Бұдан бізде АТФ, көміршыл газы және оттегі өндірілетін болады. Бұны біз неге тиімді деп атаймыз? Себебі бұл жерде біздің организмімізге қажет 38 АТФ бөлініп алынатын болады. Яғни бұл кребс циклы митохондрияда жүреді, өзінің кезеңдері бар, 12 кезеңі. Бұл жерден негізгі 38 АТФ-ті бөліп алу қажет. Одан кейінгісі келесі бізде липидтерден де біз АТФ жасаймыз, яғни май қышқылдарынан. Бұл қай кезде жасалынады? Яғни біздің адам организмімізде негізгі 3 элемент бар. Олар көмірсу, майлар және де нәруыздар. Көмірсулар жоғарыда атап өткен күріш, қант, солар болатын болса, май қышқылдарына олар бізде жеп отырған жануар текті майлар және өсімдік текті майлар болады. Осы майлардың бәрі келіп бізге қорға жиналады және қажет жағдайда бұл іске асады. Бұл қай кезде іске асады? Бұл бізде глюкоза қорға барып жиналған кезде бауырға барып гликоген болып жиналады. Жоғарыда айттық. Енді бірақ бұл қор тек 6 сағатқа ғана жұмыс істеуге жарайды. Яғни біз тамақ ішкен соң 6 сағаттан кейін қайтадан қарнымыз ашады, себебі қордағы глюкоза бітті. Одан кейін глюкоза біткен соң біз энергия алуымыз керек бәрібір. Біз оны майлардан ала бастаймыз, яғни қорда жиналып тұрған майлардан ала бастаймыз. Бұл кезде біздегі бір май молекуласы ыдыраған кезде бізден 128 АТФ бөлінетін болады. 128 АТФ өндірілуге өте көп күш беретін болады. Одан кейінгісі, егер де адам ұзақ уақыт тамақ ішпейтін болса, яғни бірінші ода қордағы глюкоза, гликогендер таусылады, одан кейін майлар таусылады, яғни қорға жиналған майлар, одан кейін адам организміндегі белоктарды энергия ала бастаймыз. Яғни бұл көбінесе ұзақ уақыт аштықтарда орын алады. Яғни жоғары курстарда өтетін кахексия басқа болсын. Енді бұл жерден тағы мен не айтқым келіп тұр? Бұл жерде бізге адам организміне бүкіл жүйе бір-бірімен байланысты. Себебі бір жүйе тек бір ғана қызмет атқармайды. Олар бірнеше қызметті, бірнеше органдармен бірге қызмет атқарады. Мысалы, біздегі глюкоза. Глюкоза бұл тағам, яғни біз тамақ ішу арқылы, олар асқазан ішек жолдары арқылы сіңіріледі, қанға түседі, одан бауырға барып, формаларын өзгертеді, сөйтіп ең соңында барып бұл АТФ энергия алатын болады. Одан кейінгісі біздегі қан жүйесі, яғни келесі бізде қан жүйесі болады, осы қан жүйесін айтатын боламыз. Яғни біздегі оттегі, мына тұрған оттегі бізге эритроциттер арқылы тасымалданатын болады. Эритроциттердің құрамында гемоглобин арқылы, ол гемоглобиндер жетіспейтін болса, яғни анемия деген бар, гемоглобиннің және эритроциттердің жеткіліксіздігі, адам организміндегі аздығы. Соның салдарларынан бізде бұлшықеттегі әлсіздіктер пайда болады. Себебі неге? Себебі бізде энергия жоқ. Одан кейінгі тағы айта кететін жағдай, оған оттегі үшін, оттегі эритроциттердің құрамында болу үшін біз тыныс алуымыз керек, яғни тыныс алу жүйесімен қатысы бар. Ол қанды жүрек айдауы керек, жүрек қан тамыр жүйесімен қатысы бар, қан түзу жүйесімен қатысы бар, яғни эритроциттер жетіспесе деген секілді. Енді біз келесі бұлшықеттің түрлеріне тоқталатын боламыз. Сонымен келесі біз бұлшықеттердің жиырылу түрлеріне назар аударамыз. Яғни бұлшықеттер қалай жиырылады? Мынау бізде тыныштық жағдайдағы бұлшықеттің қалпы, яғни бұлшықеттің қалпы. Одан кейін біз бұлшықеттің ұзындығын өлшейміз. Бұны А деп белгілейік, яғни бұлшықет ұзындығы. Біз оны бұлшықет ұзындығын метрия деп атайды, яғни бұлшықет ұзындығын метрия. Одан кейін мына көлденең, бұл бұлшықеттің тонусы, не болмаса оған түскен күш деп аталады. Бұны Б әрпімен белгілейік, бұл күші тонус деп жазамыз, яғни күш. Бұлшықеттің көлденең бөлігі. Одан кейін бізде осы бұлшықеттің тыныштық қалпынан басқа өзгеру түрлерін ажыратамыз. Оны біз изометрия, изотомия және де аукцитониялық не болмаса аралас деп келеді. Енді олар қалай екеніне назар аударайық. Және біз метрия, тонустан басқа бізде тағы изо деген сөз бар. Яғни изо. Изо бұл өзгеріссіз, не болмаса тең деген сөз. Яғни өзгеріссіз. Мына біріншіде көріп тұрғандарыңыздай, бұның ұзындығы өзгермеген. Тек көлденең бойлығына өзгерген.
Сондықтан бұны біз ұзындығы өзгермегендіктен бұны изо дейміз, яғни ұзындығы өзгермеген. Изо, сосын оған метрия, яғни ұзындығын жазамыз. Изометрия. Бұл қай кезде болады? Бұл мысалы біз қолымызбен қандай да бір затты былай жоғарыға көтеретін болсақ, біздегі бицепс ол ұлғайып, көлемі жанына қарай ұлғаятын болады. Бұл бізде изометриялық болады. Одан кейінгісі біздегі бұл қарап тұрғандарыңыздай көлденең бөлігі ұлғаймаған, тек бұның ұзындығы қысқарған. Бұны біз изотониялық деп атаймыз. Яғни изотониялық бұл, яғни өзі атайып тұрғандай тонусы өзгеріссіз, тек бұның ұзындығы өзгерген. Яғни бұл шпаргалка ретінде де қарастырсақ болады. Яғни метрия кезінде ұзындығы өзгермейді, тония кезінде тонус өзгермейді. Одан кейін бізде соңғы түрі бұл аралас. Аралас не болмаса кітаптарда бұл ауксотониялық деп жүруі мүмкін. Аралас бұл қай кезде болады? Бұл көбінесе біз жүрген кезде және жүгірген кезде бұлшықеттердің ұзындығы және тонусы өзгеріп отыратын болады. Және изотониялық бұл қай кезде болады? Изотониялық бұл адам организмде физиологиялық, яғни қандай да бір патологиясыз бұл адам организмде болмайды. Бұған тек біз сандағы тігінші бұлшықетті жатқызсақ болады. Соның өзі ол жиырылмай тұрған кездерінде. Ал егерде ол жиырылатын болса, ол изотониялық емес, аралас түрлеріне қарай ауысып кететін болады. Сонымен келесі бізде бұлшықеттің жиырылу түріне байланысты бөлінеді. Яғни жаңағыдегі біз изотониялық, изометриялық және араласта біз оларды бұлшықеттің жиырылу типіне қарап бөлетін болсақ, енді бұның түріне қарап бөлеміз. Яғни ол жалғыз жиырылу және тетаникалық жиырылу болып екіге бөлінеді. Тетаникалық жиырылуды жалғыз жиырылудан кейін біз қарайтын боламыз. Қазір мына жерде А, Б, В және де бір доғалар тұр. Енді бұлардың барлығына не екенін түсіндірейік. Енді мына жерге біз қандай да бір импульс әсер етеді. Яғни біз видеомыздың басында айтқан орталық жүйке жүйесінен келген бір импульс. Мына А деп тұрған бұл бізде жасырын кезеңі, не болмаса кітаптарда жазылады. Бұл латентті кезең деп жазылады. Латентті кезең. Латентті кезеңнен кейін біздегі көріп тұрған Б, бұл бізде жиырылу кезеңі. Немесе жиырылу фазасы. Жиырылу кезеңі. Одан кейінгісі В, бұл біздегі босаңсу фазасы. Немесе босаңсу кезеңі. Босаңсу кезеңі. Енді сіздерден сұраса, латентті кезеңде не болады, жиырылу кезеңде не болады, және де босаңсу кезеңде не болады, онда сіздер егер видеоның басындағы сөздер жақсы түсінген болатын болсаңыздар, онда еркін жауап бересіздер. Енді латентті кезеңде не болады, тағы бір тоқталып өтейік. Латентті кезеңде орталық жүйке жүйесіне қандай да бір импульс келіп бұлшықетке әсер етеді. Ол бізде қозу пайда болады, және де қозу пайда болған соң қозу ол саркоплазмалық ретикулум цистерналарына дейін жетеді. Ол жерден кальций иондары бөлінеді. Кальций иондары бөлінген соң ол жерден ол тропонинмен барып байланысып, тропонин конформациясын өзгертіп, ол тропомиозинмен байланысады. Тропомиозин ол жолауыққа айналып, актин мен миозин комплекс құрылады. Актин миозин комплекс құрылған соң ол жерден АТФ бөлінеді де, сонымен біздегі латентті кезең аяқталады. Яғни АТФ бөлінуімен латентті кезең аяқталады. Бұны оңай есте сақтау үшін ол бізде кальций иондарының цистернадан шығуы деп есептесеңіздер болады. Яғни кальций иондар цистернадан шығатын болса, онда ол жиырылу кезеңі болды деген сөз. Одан кейін жиырылу кезеңі дәл сол АТФ-тен кейін екі энергия бөлінеді. Үлкен және кіші энергия. Үлкен энергия бұл актин мен миозиннің бір-біріне қарай жиырылуына, жылжуына әсер ететін болатын болса, яғни сырғанауына, ал кіші энергия ол цистернаға барып кальций насосын іске қосады. Яғни жиырылу кезеңі ол біздегі АТФ өндіріліп, актин миозин бір-бірімен сырғымалы байланысады. Ал босаңсу кезеңі бұл біздегі кіші энергия барып цистернадағы кальций насосын іске қосып, кальцийді өзіне қарай сорып алады. Яғни бұл босаңсу кезеңі. Латентті кезең, тағы бір еске сақтайық. Латентті кезең бұл біздегі кальций иондарының босануымен, жиырылу кезеңі актин мен миозин комплексінің бір-бірімен сырғымалы байланысымен, одан кейін босаңсу кезеңі кальций насостарының іске қосылуымен іске асады. Одан кейін келесі біз
тетаникалық жиырылуды қараймыз. Сонымен біз жалғыз жиырылуды қарадық, енді тетаникалық жиырылуға, яғни басқаша оны тетанус деп атады. Енді осы тетанусқа тоқталатын болсақ, тетанустың өзінің екі түрін ажыратамыз біз: тісті тетанус және тегіс тетанус. Көріп тұрғандарыңыз айналар тіске ұқсайды, одан кейінгісі тегіс. Бұлар ненің әсерінен болады? Енді осыған тоқталатын болсақ, бізге тісті тетанустан бастайтын болсақ, тісті тетанус егер жаңағы жалғыз жиырылу секілді сызатын болсақ, яғни қандай да бір импульс әсер етеді, ол жиырылады, бұлшық ет, одан кейін оның босаңсу фазасы басталады. Яғни босаңсу фазасы кездерінде тағы бір импульс келіп оған әсер етеді. Соның әсерінен ол қайтадан бұлшық ет жиырылатын болады. Және де ол бұлшық ет жиырылып, қайтадан төмендей басқан кезде қайтадан оған импульс келеді. Яғни импульс келеді, ол қайтадан жиырылады. Дәл солай қашан импульс тоқтағанша бұл тісті тетанус болып тұрады. Одан кейінгісі бізде тегіс тетанус. Тегіс тетанус кездерінде бізге сызатын болсақ, бұлар мынау біз бұлшық еттің фазасын айтатын болсақ, бұлар жиырылу фазасы және де босаңсу фазасы. Мына тісті тетанус кездерінде импульс осы босаңсу фазасына сәйкес келеді. Яғни мына аймақта қандай да бір импульс әсер етеді, соның әсерінен бұл жоғары көтерілетін болады. Ал тегіс тетанус кездерінде олар импульс мына жиырылу фазасына импульс сәйкес келеді. Яғни мына жиырылу фазасына импульс сәйкес келеді, ол қайтадан жиырылатын болады. Соның әсерінен бізде тегіс тетанус пайда болады. Бұлшық жиырылып жатыр, әлі босаңсуға келген жоқ, тағы бір импульс, одан кейін тағы бір импульстан әсерінен бізде тегіс тетанус пайда болады. Тетанус дегеніміз жалпы не? Тетанус бұл бұлшық еттің ұзақ жиырылуы. Яғни бұлшық еттің ұзақ жиырылуы, бұл жерде біз тетанус не болмаса тетаникалық жиырылу деп атаймыз. Ол көбінесе судорога, яғни құрысулар кездерінде пайда болады. Одан кейінгі тағы айта кететін жағдай, бұлшық еттің үш фазасын айттық, яғни латентті, жиырылу және босаңсу кезеңдері. Және де бұдан бөлек бізде экзалтация деген кезең бар, ол босаңсудың ең соңғы кезеңіне сәйкес келеді. Бұл экзалтация кезеңінде импульс болатын болса, онда ол тісті тетанус сияқты болып келеді. Енді бұл жерде мен видеоларда не айтқым келді? Енді бұлшық ет физиологиясы жайлы мен толығымен айттым деп ойлаймын. Одан кейінгі біз неге сүйек физиологиясына тоқталмадық? Себебі сүйектегі физиологиялық үрдістер ол басқа жүйелермен сәйкес келеді. Яғни біздегі сүйектің қызметтерінің ең маңыздыларының бірі ол қан жасау. Яғни біз оны келесі осыдан кейінгі қан жасау жүйесінде өтетін боламыз. Қан жасау жүйесінде бізде анатомия жоқ, тек қана оның физиологиясына тоқталамыз. Одан кейінгісі сүйектердегі зат алмасу ол гормондардың әсерінен болады. Яғни біз бұны сүйектердің физиологиясын біз қайтадан эндокринді жүйеде қайтадан қайталайтын боламыз. Яғни парад гормондардың әсерінен сүйектегі зат алмасу үрдістерінің қалай жүретіні. Енді сіздер бұлардың барлығына конспект жазыңыздар, ең бастысы түсініңіздер, түсінбеген жерлер қайта қараңыздар, және де кітаптан қосымша ақпараттарды оқыңыздар. Бұл мен көрсеткендерім сіздерге жай кітаптағы сөздерді оңай тілмен түсіндіру, және де кітаптың сөзін түсінікті қылу. Келесі сіздер кітап оқыған кезде түсінікті болу үшін кітап оқуды тастамау қажет, үнемі кітап оқу керек. Кітапта бар білім бар. Себебі мен мына жерде қанша информацияны тастап кетуі мүмкін деген секілді. Сонымен келесі қан жасау жүйесінің физиологиясына кездескенше сау болыңыздар.